Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын шоколад тоқаштар дайындайтын боламыз. Өте хрустящий болып шығады, дәмі де өте дәмді болып шығады. Міне түрде осылай жасап көріңіздер. Осындай газды суымызды алып, өзіңізге лайықты мөлшерде, керек мөлшерде ететін боласыздар. Соған қарай заттарын салмаларын саласыздар. Осылай газды суыңызға тұз араластырып болған соң, жай отта осылай майыңызды ертіп аласыз. Шеддер или сливочный майларды қоссаңыз өте дәмді шығады. Осылай ұндарыңызды салып, жаңа газды сарағаш суларыңызға араластырып, осылай жұмсақтау етіп қамыр илейтін боласыз. Қамыр илеп, біраз уақытқа тұндырып қойып қоясыз. Қамыр демалуы керек. Бетін жауып қойып қойыңыз. Алдын ала картоптарды қайнатып қойсаңыз, сол картоптарын ашып, пюресін дайындайтын боласыз. Пюресін мен осылай езіп, пияз қуырып, пиязға кәдімгі сливочный май, шеддер елеті қолданамын, соны салып жіберемін кішкене. Соны қосып, ертіп, езіп болған пюремді бәрін салып, тұз, бұрышын салып, осылай дайындап аламын. Енді қамырымыз ол уақытқа дейін дайын болып қалады. Демалып, осылай жайып, кесіп, осылай барлығын түйіп дайындап алып, қуыра бересіздер. Барлығын осылай қуырып, жай отта қуырыңыздар. Егер қызып тұрған қатты отта қуыратын болсаңыздар, пельмендеріңіз осылай бүрісіп, іші қам болып піспей қалуы мүмкін. Сондықтан жай отта асықпай осылай пісіресіздер. Сонда хрустящий, дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, және барлықтарын достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менен қандай рецепт іздейсіздер? Менің каналыма осылай қолдау білдіре аласыздар. Сіздермен болған Айтгүл.